Assalamu alaikum, құрметті каналым жазылушылары және көрермендер. Сіздерге бүгінгі ұсынғалы отырған видеом бел омыртқаларды бөлу. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алып қосарларыңыз болса, пікір жазыңыздар. Мен көріп атқандағыздай, әрбір омыртқаның еттерін бөлек-бөлек кесіп аламыз. Бірдей қылып барлығын. Бірінің еті екіншісіне кетіп қалмайтындығы бәрі бірдей болып шығу үшін еттерін толық кесіп алғаннан кейін бөлшектеу оңай болады. Сүйегіне буынға дейін жеткізіп еттерін бәрін кесіп аламыз. Бұны бөлу үшін осыны қысқа бакалей омыртқа дейді, сол жағынан бастап ары қарай алсаңыз да болады, немесе ауыз омыртқадан бастап, мойын жақтан бастап алуға да болады. Ешқандай оның ерекшелігі жоқ. Жіңішке пышақ алсаңыздар, буынға салу оңай болады. Буынды алғаннан кейін екі сүйек арға кіріп тұрады, соны тартсаңыздар бері қарай, сонымен еттері дайын бөлініп тұрады. Алып тастай бересіздер. Бір көрерменнің сұрау бойынша түсіріліп жатыр бұл видео. Біраз жақтан естідім, бұларды етін сылып алып, бел омыртқан, сосын сүйектерін шаба-шаба салады екен, мойнын шапқандай. Ал бізде басқаша пышақпен барлығын шығарамыз. Бұл да мүшеге саналады. Арнайы омыртқаға қонақ шақырылады. Арнайы сыйлы кісілерге берілетіндіктен бұның бәрін жеке-жеке етімен қосып шығарамыз. Тағы қандай видеолар қызықтырады, қандай осы мал сою бойынша маған айтыңыздар, мен сол туралы түсіретін болам. Шабыт беріп, қолдап отырыңыздар. Әрқайсыңыздың пікіріңіз мен үшін қымбат. Тағы да басқа артқы екі санды, алдыңғы қолдарын жіліктеген мен видеомда бар. Осы каналыма кіріп қарасаңыздар көресіздер. Және қазір етті балтамен шауып, сосын ет жеген кезде ауызға қалдық сүйектер түсіп өтпеу үшін мынандай арамен де кескен видеоларым бар.
ат салысып қазақша контенттердің көбеюіне үлес қосыңыздар. Ар қазақ бай болсын, ар қазақ осында соқым сойып, қыс бойы ет жесін. Қош сау болыңыздар.